Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Мен Менғали Бауыржан-Дулатқызы, Жетісу облысы Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапхананың оқырманымын. Мен сіздерге мен оқыған бір кітап дидарында Джек Лондонның «Ағасу» атты кітабын ұсынғым келеді. Бұл жай қасқыр туралы әңгіме емес. Бұл бостандық, күрес және мейірімділікке толы шығарма. Ағасу жартылай ит, жартылай қасқыр. Алғашқыда ол табиғаттың қатал заңында өмір сүріп, адамдардың қолына түседі. Оған алғашқыда жақсы қарайды, бірақ кейін оны қатал қожайын асырап алады. Кейін Ағасу адамдарға деген сенімін жоғалтады. Алайда оны жақсы жүректі адам құтқарып, мейірімділіктің не екенін көрсетеді. Ағасу адамдарға деген сенімін арттыра алады ма? Ағасудың тағдыры енді қандай болмақ? Егер осыны білгіңіз келсе, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Сіз осы кітапты оқу арқылы талай нәрсені үйрене аласыз. Мысалы, мен осы кітапты оқу арқылы мейірімділіктің қаншалықты маңызы екенін түсіндім. Егер сіз жануарларға, тіпті адамдарға жақсы қарасаңыз, олардың сізге деген сенімі артады.